Сәлеметсің бе, балақай? Бүгінгі тақырып О әріпі және дыбысымен таныстырамын. Жаңа оқу қызметін бастамас бұрын өткен тақырыпты қайталайық. Балақай, сенімен ойын ойнаймын. Ненің дауысы деп аталады? Мұқият тыңдап, жауабын тап. З, ж, с. Не естідің? Иә, дыбыс. Дыбыстар мен әріптердің айырмашылығы неде? Ойланып көр. Дыбыстарды естиміз және айтамыз. Ал әріптерді көреміз және жазамыз. Дыбыстар қаншаға бөлінеді? Өте жақсы. Дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыс қызыл текшемен белгіленеді. Еш кедергісіз созылып айтылады. Ал дауыссыз дыбыс көк текшемен белгіленеді. Дыбыстарды айтқанда кедергі келтіреді, созылмайды. Дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбыстарды қайтала. Енді жаңа дыбыспен таныстырамын. Ұшақта бар, пышақта жоқ. Ұлда бар, қызда жоқ. Қандай дыбыс екен? Дұрыс. Енді мен о дыбысымен таныстырамын. Мынау о дыбысының әріп тамғасы, бас әрпі, ал мынау кіші әріп тамғасы. О дыбысы дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты қызыл текшемен белгілейміз. О дыбысының бас әрпімен қала аттарын, адам аттарын жазамыз. О дыбысының кіші әріп таңбасы сөздің ортасында, аяғында келеді. Енді суретпен жұмыс жасаймыз. Суреттерді атап, о дыбысы сөздің қай жерінде кездесіп тұрғанын тауып көр. Ұшақ, тікұшақ, сұрақ, құлақ, ұшқыш, бұлт. Ұшақ сөздің басында, тікұшақ сөздің ортасында, сұрақ сөздің басында. Ал қалған сөздерді өзің тап. Құлақ, ұшқыш, бұлт. О дыбысы сөздің қай жерінде кездесіп тұрғанын тап. Енді балақай, сергіту сәтін жасаймыз. Қане қанат жазайық, қарлығаш болып ұшайық. Тік ұста бойыңды, жоғары соз қолыңды. Соз қолыңды тағы да, жеткіз жираф мойнына. Балақай, суретке қарашы, суретті атап, буынға бөл. Ұршық, тікұшақ, ұшақ. Ұршық, 2 буын. Тікұшақ, 3 буын. Ұшақ 2 буынға бөлінеді екен. Қайтала. Енді балақай, мен жұмбақ жасырамын. Құстай ұшар, қанатты тұлпар. Ол не? Иә, ұшақ. Ұшақ сөзі қандай дыбыстан басталып тұр? Жарайсың. Енді сен ұшақтың суретін сал. Жарайсың балақай, өте жақсы. Сау бол.